Кейбір адамдарға қараймыз да таң қаламыз. Түріне қарап тұрып, 30 жас берсең, 40 жаста болып шығады. Ал кейбір адамдар керісінше уақытынан ерте қартайып кетеді. 40 жаста деп ойласаң, 30-да болып шығады. Мұның сыры әрине біздің күнделікті ішіп жүрген тамағымызға байланысты. Не ішеміз, не жейміз, міне осыған байланысты немесе қартаямыз, немесе жасарамыз. Бұл видеода біз қартаюды тежеп, адамды жасартатын өнімдер жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бәлкім сіз білмейтін ақпараттар бар шығар. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Кеттік ендеше бастайық. Құрамында жасартатын әсері бар алғашқы өнім ол қызанақ. Қызанақтың құрамында лейкопен және де каротиноид деген органикалық пигмент бар. Осы лейкопеннің арқасында қызанақ қызыл түсті болады. Және де лейкопен қызанаққа күн сәулесінен шамадан тыс әсер етуінен қорғайды. Яғни біз қызанақты жейтін болсақ, құрамындағы лейкопен бізді күн сәулесінен жақсы қорғайтын болады. Қызанақты біз піскен күйде немесе шикідей де жей берсек болады. Тіпті өңдеуден өткен қызанақтың өзінің құрамында лейкопеннің сіңімділігі жоғары болады. Лейкопен біздің терімізге ғана жақсы әсер етіп қана қоймай, қан тамырларымыздың нығаюына, қан құрамындағы холестерин деңгейінің төмендеуіне және де қан тамырдың ішіндегі қанның жақсы жүруіне жағдай жасайды. Оны бір күнде қаншалықты жеген дұрыс? Ғалымдардың айтуы бойынша бір күндік лейкопен нормасы 22 мг. Бұл шамамен 2 ас қасық томат сусынына тең. Яғни 1 немесе 2 табиғи қызанақ жесеңіз жеткілікті. Тағы да басқа қандай өнімдердің құрамында лейкопен бар? Итмұрын, қарбыз, грейпфрут және де құрма. Осы аталған өнімдердің құрамындағы лейкопен қызанақтың құрамындағы лейкопеннен кем емес. Мәселен, қарбыздың құрамындағы лейкопен мөлшері қызанақтан 1,5 есеге көп. Аталған өнімдердің ішіндегі ең көп мөлшері итмұрында. Алайда итмұрынның 100 грамын жұтынудың өзі біздің асқазанымыз үшін өмірге қауіпті. Сондықтан грейпфрут, қарбыз, құрма секілді құрамында лейкопенге бай өнімдерді жиі тұтынуды ұсынамыз. Адамды жасартатын келесі өнім майлы балық еті. Мәселен, ақсерке, майшабақ, скрумбра деп аталатын балық түрлері. Бұл балық құрамында омега-3 витамині және де диметил аминоэтанол деп аталатын дәрумендер бар. Көптеген жылдар бойы зерттеулер нәтижесінде майлы балық еті адамның денсаулығына тигізер пайдасы көп екені дәлелденіп отыр. Және де бетке әжім түспей, бет өзінің ылғалдығын сақтайды екен. Омега-3 витамині адамды жасартып қана қоймай, жүрек қан тамыр жүйесін, орталық жүйке жүйеміздің жақсаруына, тырнақтарымыз бен шашымыздың дұрыс өсуіне, жалпы айтқанда иммунитетіміздің жақсаруына жақсы әсер етеді. Ересек адамдарға аптасына шамамен 400 грамм омега-3 витаминін тұтыну жеткілікті. Адамның терісіне жақсы әсер ететін витаминдер жайлы айтатын болсақ, С витамині, А витамині, В6 витамині, Е витамині. Бұл витаминдерді көптеген өнімдерден алсақ болады. Мысалы, С витаминдерін біз кивиден, лимоннан алсақ болады. С витаминіне деген қажеттілікті бір кивидің жартысын жеу арқылы алсақ болады. А витамині сәбіздің құрамында өте көп. Оны күніне бар болғаны 50 грамм жеп тұрсаңыз болғаны. Е витамині күнбағыс майында бар, бірақ ол майды өте көп тұтынуға болмайды. Сол үшін бадам жаңғағын тұтынсаңыз, денсаулығыңызға пайдалы әсер етеді, әрі жасаруыңызға көмегін тигізеді. В6 витамині болса, фисташки және де күнбағыс тұқымынан кездестіруге болады. Яғни шемішке шағып тұрыңыз. Осы аталған өнімдерді күнделікті тұтынатын тағамдардың қатарына қосатын болсаңыз, теріңіз жақсы қалпын сақтайды. Өзіңіз әлде қайда жас көрінетін боласыз. Ары қарай кеттік. Келесі өнім ол ақжелкен. Орысша айтқанда петрушка. Ақжелкен құрамында С витамині, каротиноидтарға өте бай, және оның құрамында глутатион деп аталатын зат бар. Бұл зат адамдарға жасартатын әсер береді.
Ақжелкенді шамамен 40 грамм мөлшерде аптасына 2-3 рет тұтынсаңыз болады. Салатқа қосып немесе смузи жасап ішсеңіз де болады. Және соңғы айтатын өнім ол асқабақ дәні. Оның құрамында мырыш көп, ал мырыш өз кезегінде адам ағзасына енген кезде адамдарды жасартатын әсері бар. Егер адам организміне мырыш жеткіліксіз болатын болса, адамның шашы түседі, бетке безеу қаптайды. Сондай-ақ мырыштың тапшылықсыздығы ойлау қабілетіне, көзге, ас қорыту мүшелерінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Дертіңізге шипа болсын. Сонымен достар, қартаюды тежеп, жас қалпыңызды сақтайтын өнімдер жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Ал сіз осы аталған өнімдердің ішінен қайсысын көбірек қолданасыз? Комментарийға жаза кетіңіз. Егер видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз. Және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Олар да біліп жүрсін. Сау, саламатта болыңыздар.